Баршаңызға сәлем, менің арнама қош келдіңіздер. Сіздермен Нұрайым. Бүгін осындай керемет, әп-әдемі үлпілдеген, дәмі тіл еретін бауырсақтардың рецептімен бөлісетін боламын. Менімен бірге болыңыздар. Достар, ең алдымен ыдысымызға жылы сүт және суымызды құйып, мен бірге араластырып жылытып алған болатынмын. Осы сұйықтығымызға кішкене шекер қостым және бір шай қасық толтырып дрожж қостым. Араластырып бөлме температурасына қойып қоятын боламыз. 15 минуттай қойып аламыз. Он 15 минуттан соң дайын болған сұйықтығымызды аламыз. Кішкене мінекей көтерілген дрожжымыз жұмыс жасауға дайын. Енді венчикпен бір араластырып аламыз да үстіне майонез саламыз. Сонан соң шекерімізді қосамыз, қалған шекерімізді және де кішкене жарты шай қасықтай тұзымызды қосамыз. Сонан соң жұмыртқамызды қосамыз, барлығын жақсылап араластырып аламыз. Енді жайлап аз-аздан ұнымызды қоса отырып, араластыра отырып, осылай қамырымызды илеуге кірісеміз. Ұнымызды осылай сала отырып, араластыра отырып, қамырды илеуге кірісеміз. Енді венчикті пайдаланбаймын, қолменен илеуге кірісемін қазір. Қолменен илеп, айналасын ыдыстағы жабысып қалған ұндардың барлығын бастарын қоса отырып, жұмсақ қамыр илейміз. Мінекей қамырымыз дайын болуға жақындады. Осымен қамырымыз дайын болды. Жылы жерге бетін жауып қойып қоятын боламыз. Егер ыдыстарыңыз шағын болса, осы ыдыста қойсаңыздар болады. Менің ыдысым үлкен болғандықтан мен пакетке салып, осындай одноразовый пакетке салдым да, тез көтерілу үшін ыдыспенен төңкеріп қойып қойған болатынмын. Бөлме температурасында 1 сағаттай көтерілгенше ұстайтын боламыз. Мінекей достар, 1 сағат өткен соң менің қамырым осылай көтерілді, әп-әдемі болып. Енді нан тақтайымызға кішкене ұн себеміз де бауырсақтарымызды жасауға кірісеміз. Дайын болған қамырымызды түсіреміз. Ұнға бір аунатып, осылай видеодағыдай кішкене бір бастырып алатын боламыз. Сонан соң 2 бөлікке бөлеміз де бір бөлігін жаюға кірісеміз. Қалған бөлігін ыдысымызды жауып, ыдысқа салып қоятын боламыз. Кішкене ұн сеуіп, қамырды дөңгелек етіп жайып аламыз. Тым жұқа етіп жаймаңыздар, қалыңдығын шамамен 5 мм болса болады. Енді дөңгелек етіп бауырсақтарымызды дайындаймыз. Диаметрі 6 см болатын осындай банканың көмегіменен мен бауырсақтарды дөңгелек етіп осылай жасап шықтым. Дайын болған бауырсақтарды бетін шүберекпенен жауып, 5 минуттай қойып қойдым. Бұл міндетті емес.
Достар, енді бауырсақтарымызды қуыруға кірісетін боламыз. Алдын ала қыздырылған табамызға майымызды қажет мөлшерде май құйып, жақсылап қыздырамыз. Орташа отта бауырсақтарды пісіретін боламыз. Салғаннан кейін міндетті түрде бірден араластырыңыздар, осылай барлығын видеода көрсетілгендей. Егер де сіздерде шұңғыл ыдыс, қазан болса тіптен жақсы. Осындай дөңгелек бауырсақтарды сондай шұңғыл ыдыстарда пісірген негізінде өте ыңғайлы. Мен өзімнің үйде бар табамменен пісіріп алдым. Мінекей екінші бетін мен осылай вилканың көмегіменен келесі бетін аударып қызарғанша ұстадым. Осылай барлығын жасап шығасыздар. Дайын болған бауырсақтарымызды түсіріп аламыз. Осымен дайын. Достар, менің арнама тіркеліп, қоңыраушаны басып, лайк басып, қолдап кетсеңіздер, риза болып қалар едім. Комментарийге өздеріңіздің рецептеріңізбен бөліссеңіздер, ойларыңызбен бөліссеңіздер болады. Алдын ала рахмет. Осы күнге дейін мені қолдап жүргендеріңізге баршаңызға алғысымды білдіремін. Видеоны соңына дейін қарағандарыңызға рахмет. Мінекей бауырсақтарымыз дайын болды. Осыменен барлығын түсіріп аламыз. Қандай қонақ келсе де ұялмай қоятындай өте әп-әдемі бауырсақтар шықты. Үлпілдеген нәзік бауырсақтар шықты. Менің рецептіммен міндетті түрде жасап көріңіздер. Сіздермен болған мен Нұрайым. Келесі кездескенше сау болыңыздар.